мен айтам, Алланың құдіреті күшті ғой деймін да. Осыдан 3 жыл бұрын остановкаде мен тапсырма болды да біздерге. Не деген, бата алу деген. Біреуден бата алды, осы қайнағаларыма да звондап жүрдім. Аға бата беріңізші деп. Сондай бір жеті солай қатысқанбыз. Сондай сабаққа, сол бата алу деген тапсырмада, сол кезде мен остановкада бір әже отыр екен. Сосын әжеге айттым, әже маған бата беріңізші дедім. Сосын ол кісі, неге деді, тапсырма бар еді, соны орындау керекпін дедім. Ана кісі сөйтіп бата берді маған. Батасын жазып алып, WhatsApp-пен лақтырып жібердім, жаңағы тапсырманы орындап. Сосын ана кісі мен номерім жазып алды, мен ол кісінің номерін жазып алдым. Сол кісі бүгін маған қаралуға келіп тұр ғой. Алланың құдіреті 3 жылдан бергі